Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің көңіл күйім енді орташа болып тұр. Бүгін білетін боласыздар, бүгін эфирді міндетті түрде көріңіздер. Тұран екеуміздің жағдайымыз, мәселеміз шешілетін болады деймін ба. Және де айта кететін жағдай, біздегі үміткері жоқ қатысушыларға үміткер болып келгілеріңіз келсе, қазір сілтеме қалдырып кетемін. Міндетті түрде сол жерге өтіп жазсаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз. Баршаңызға достар, қайырлы таң. Апта басы сіздерге сәтті болсын, аптада күшті, сәтті, берекелі болып өтсін. Енді мен сіздермен жалпы мен дайректімді ашып қараған кезде біздің жобаға үміткер болып келу үшін қандай номерге жазу керек деп сұрап жатасыздар. Сол номерді қалдырып кетемін. Басы бос қатысушыларға үміткер болып келем деушілер болса, міндетті түрде сол номерге байланысқа шықсаңыздар, сіздер үшін жауап беретін болады. Сондықтан келіп өз бақтарыңызды сынап көріңіздер. Ал достар, тағы да қайырлы күн. Менің алдыңғы жолы этика дүкенінен тапсырыс берген 3-ші образым осындай әдемі көйлек. Мынау негізі көк түсте, бірақ бұдан да басқа әртүрлі түстері де бар. Өте әдемі, кәдімгі қазір трендте болып жатқан көйлектерді осы дүкеннен таба аласыздар. Маған кәдімгідей стилі өте қатты ұнады. Осындай ұзын, бірақтан матасы өте жеңіл, кәдімгідей ыстықтатпай солай әдемі болып тұрады. Повседневкаға да, былай бір встречаларға да кисеңіздер болады. Және де жаңа айта кеткендей әртүрлі түстері бар. Именно осы көйлектің, бұдан басқа да көйлектерді көру үшін, тапсырыс беру үшін магазиннің өзіне кіріп жазыңыздар, немесе сақтап қалыңыздар. Бағалары да өте тиімді. Алматы қаласында торговый центрда орналасқан, доставкамен де заказ беріп тапсырыс бере аласыздар. Сондықтан аккаунт сақтап қалыңыздар. Ассалаумағалейкум. Тақ етіп білмеймін, туфлиң дауыс шығып жатыр. Бүгін бізде эфирдеміз. Кәдімгідей 2 күн сағынып қалғанбыз, бірімізді көрмей. Бір күн. Кеше көрдік қой? Кесірдің бе? Кесірмедім. Кесірген жоқ. Сол, короче, бүгін погода күшті болып тұр. Алматы мен сияқты болып тұр ма? Мощный болып тұр ғой. Саламатсыз ба? Мен саған не керек? Алжан. Қапырақ болып тұра ғой. Нормально. Костюм қапырақ болып тұр. Қапырақ болмады. Аллаға шүкір. Не ол чалдырықсың? Аллаға шүкір. Шалман ғой.